Мен мен Шымкент қаласының тұрғынымын. Есімім Мәдина. Мен, в общем, барлық аурудан көз ашпай жатырмын. Барлық аурудан. Басымнан шотта тұрамын, нерв жағынан. Мынау бронхиальный астмамын. Онан кейін мына екі аяғымнан тіземнен жүре алмай қалдым. Онан кейін мынау астыңғы женский жағымнан ісік бар деп тапқан. Шынымды айтсам, ісіктен мен жазылмай шығармын өмірімде дегенмін. Сода мына компанияның дәрісі, Global Trend деген компанияны естіп, соған ізденіп барып, мына екі дәріні, мына көріп отырсыздар ма, мына екі дәріні, Первесто Лух, Виталити Лух деген дәрілерді, осы дәріні іштім. Күніге аш қарынға бір мезгіл жарты қасықтан ішіп отырасыз күніге. Сөйтіп 2 ай іштім осы дәрілерді. Сөйтіп сома не керек, міне астмамның басы бірінші, тамағым, демалу. Одышкам кете бастады. Шынымды айтсам, қазір вообще жоқ ондай. Одан астма ғой бұл енді. Одан кейін жыбырлағаны кетті. Бұрынғы уақытта осы тамағымды кесіп тастап қассам екен деп армандайттым. Ол кетті. Сонымен не керек? Жайлап осы астма ауруына құтылдым. Бір күні қарасам, аяғымнан жүре алмай қалған тіземнен. Теппешек түгіл жай жүргеннің өзіне қиналып жүреттім. Содан жайлап бір күні айтыр, өзіміз поликлиникаға барсам, теппешекте шығып баратырмын. Ойбай, шалым шақырып, абай, мен теппешекте шығып бара жатырмын. Шынымен мен аяғымға, өз аяғыммен жүріп баратырмын ба, қараш дедім. Содан ол төбеге қарай 3-ші этажға дейін жүр өз аяғыммен, 3-ші этажға дейін өз еркіммен аяғыммен жүрдім. Сол уақытта шынымен мына дәрілердің көмегі бар екен ғой деп өзім ойландым. Содан не керек, мынау 20 июнь күні бастағанмын бұл дәріні. Содан міне одан бері қарай ішіп келе жатырмын. Содан женский жағым барлық, в общем, ауру жазылады деп өзім мына қағазда жазылған. Осы қағазды неғаннан кейін барып, жаңағы поликлиникаға барып, женский жағымнан анализ тапсырдым. Көрейін деп, сөйтіп 2 ай болғанда анализ тапсырып ем, 10 күннен кейін келіңіз деді, 10 күннен кейін барып ем, апа әлі дайын емес деді. Неге дайын емес? Сізген ат үйді тексеріп жатыр. Бұрын ісіңіз болған екен ғой, сондай ма деді. Иә дедім. Мен соны кетіп қалады шығарым деп жүргем. Алладан тілеп жүргем. Алла, ең қылмаса мына 3 жетімнің көз жасын ие болшы. Алла көмектесші, маған ғұмыр бере көрші. Осы 3 жетімді айтыр, ең 6, немеремнің 6-18-ге келші ғұмыр берші дедім. Сома не керек, осы бірінші ісіктен қорқып жүреттім, басқасы мейлі. Сөйтіп ісікті барып, тексеріліп неғып, бір күн анализ келді, апа келіңіз деп хабарласты. Сома барсам, ойбай апа, сіз қандай аурумен келіп едіңіз деді. Мен айттым, мен ісікпен келгенмін. Бұрын ісікте шотта тұраттығым, химияға апарып жатқызамыз деді. Қош, өмір жасым аз қапты ғой деп көнбей жүргем оны ешқайсы. Содан мына дәрінің арқасында ісіктен де жазылдым, өзім сенбей, міне Аллаға шүкір, кеше барып тағы да қайтадан көрініп, апа ешқандай ауруыңыз жоқ, ісікте жоқ, ішпәле жоқ апа. Шүйінші деген уақытта жүрегім жарылып сәлақ қалдым. Соңы міне басымнан да жайлап жазылып келе жатырмын. Мына бастың өзі 24 жыл болды, есепте шотта тұратырмын. Сода жайлап, одан да жазылдым. Қолым дірілдегені, қолым қалтырап дірілдейді тұғын. Бұл да жайлап, бұл басына шотта тұрағаны нервтен. Бұл да жайлап, басылып келе жатыр. Не деймін? Ой, Алла. Соны барлық ауруымнан жайлап жазылып келе жатырмын деп өзім. Міне аяғымнан кеше құдаларды тойды биледім, түйді 5 сағат биледім, өзім әлі таң қалып,
Mümkün emes шығар. Мен аяғымнан жүріп кете алдым ба? Билеп жүрмін ғой. Бұрын билемек түгіл жүре алмай, сәл жүргенге қиналады да оны тіземнен. Мына одан да Аллаға шүкір. Осы мынау компания Global Trend компаниясынан осы дәріні шығарған осы компанияға мыңда бір шүкір рахметімді айтамын. Міне сауабын мына осы неге неғып отырған себебім мен сияқты не бір аурулар бар ғой. Сауабын алсыншы, мен сияқты аурулар жазылсын деп сіздерге осыны хабарлап отырмын. Мейлі, рахмет сіздерге.